Сәлем достар, бүгін осындай көрпешені тігетін боламыз. Ең бірінші матаны таныстыра кетейін сіздерге. Кеш салып жатқаныма кешірім сұраймын. Баламды ұйықтатып болып не істемесем, ол ештеңе істететін түрі жоқ. Осылай кеште түсіремін мен видеоны, баламды ұйықтатып. Мынау сіздер оны қандай мата деп сұрап жатыр біраздар. Королевский деген мата болады. Мен осы бұл матаның ені 100, арты осындай ақ болады. Бұл матаның ені 150 сантиметр болады. Одан кейін матовый деген мата бар. Турецкий матовый дейді. Бұның екі түрі болады. Мен мынандай екі түсін алдым мен. Енді екі түс болады ол матамыз. Бұл матовый деген мата, бұның екі түрі болады деп айттым ғой. Біреуі жаңағы глянцевый деген болады. Ол сәл матовый матадан қарағанда кішкене жылтырақтау болып келеді, бірақ ол тігуге өте ыңғайсыз. Көп тігіншілер негізінде осы матовый матаны қолданады. Бұл матаның ені 2,80, 2,85 сондай болып келеді. Ал мынаныкі 1,50. Бұл матаның метрі 800-900 теңге болса, ал мына матаның сумасы 1 метрі 1700-1800 болады. Бәрібір де сіз мына қымбат болғанменен мынаның матовый матаның енінен ұтасыздар. Себебі мына екі бүктеген кезде ғана мына королевский матаның еніменен бірдей болады. Сондықтан мен сіздерге көрпеше тіккен кезде осы матовый матадан тігуге кеңес беремін. Әрі қымбат мата, әрі жаңағыдай енінен ұтасыздар. Сондықтан қымбат мата болғандықтан жаңағы қымбат ценасын көтеруге қорықпайсыздар. Себебі кейінгі шыққасын көп адамдар бояу шығады деп жатыр. Енді бұдан тігіп көрмедім. Мен негізі көбіне осы мына матовый матадан тігемін. Енді осы айвари түсі дейді мынаны, ақты. Осыдан алдым мен. Одан кейін мынандай фиолетовый матадан тігейін деп тұрмын. Осыдан алдым. Одан кейін бізге мындай паутинка деген мата керек. Паутинка матамыз, бұл екі жағы да клей болып келеді. Мата сататын жерден сұрасаңыздар береді қыздар. Бұның метрі ені 1,50 болып келеді. Одан кейін флизелин дедім. Флизелиннің тек бір жағы клей болып келеді. Мынандай болып келеді. Мен флизелин қоспай тігіп көрейін деп тұрмын. Бір жағы мынандай жылтырақ болып тұрады. Бұны қай кезде жабыстыратын айта кетейін, бірақ мен флизелин қолданбай тігіп көрейін деп тұрмын. Одан кейін астарына, астыңғы жағына бар ғой. Енді біз үстіңгі жағын тігіп болғаннан кейін астына қоямыз ғой мата. Сол осындай өзінің түсіндей мата алдым. Бұл матаның аты бамбук. Бастапқыда сәл арзан баға қою үшін осы бамбук матаны қолдансаңыздар болады. Бұл матаның ені 2,60 па, 2,40 па, сондай. Бұл матаның да енінен ұтасыздар негізінде. Мен жаңағы көрпешенің ұзындығын осы матаның еніне қоямын. Сол кезде мен 80 сант аламын да, жаңағы бір көрпешеге солай есептеймін. Мысалға, қазір көрсетемін. Мысалға, мынау көрпешенің ені деп алайық. Көрпешенің ені. Мынау ұзындығы. Мен осы ұзындығын матаның еніне қоям. Бұлай қоям. Мысалға. Мынау мата болса мінекей. Мынау мата ол. Мынау кромка деген жағы бар. Бұлай есептейміз ғой.
өлшетіп аламыз ғой. Мынау ені болады. Матаның ені 2-де 60 болса, мысалға, мен былай қарай 80 1 метрге жетпейді да сол кезде. 80 сантиметр аламын, 1 метр алмаймын да. Сол кезде мына көрпешені мына осылай қойып жіберемін. Енін ұзындығына қойып жіберемін. Мына ұзындығы матаның, мата дейміз, ұзындығына қоям. Мына ені көрпешенің, көрпешенің ұзындығы көрпешенің 2,20 болады стандарт. Ал ені 80 болады. Түсініп жатса қойыз, түсінбесеңіздер мен жекемен шығып сұрасаңыздар болады. Ені 80 болады көрпешенің. Осылай қоямыз ғой. Мен аламында осылай, мына жаңа мата болса, матаның еніне қарай мен былай ұзындығына қойып жіберемін да. Сөйтіп маған бір көрпешелік, мынау 80 болса, мысалға мен 80 сантиметр заказ берем бамбук матадан. Егер мен 3 көрпешеге есептеп алатын болсам, 80-ді 3-ке көбейтіп жіберем, мысалға. Сол кезде екі көрпешенікі 1,60 болады. 1,60 болады, 80-ді былай қосамыз, 6-8-ің 14 бір жатта, сонда 2,40. Мен сонда 2 метр 40 сантиметр бамбук мата алдырдым қазір. Сондай метр 3 көрпеше тігейін деп тұрмын. Түсініп жатырсыздар ғой, қыздар? 80-80-нен есептеп, мысалға, 3 көрпешеге мен 2 метр 40 сантиметр алдырам. Егер 2 көрпеше тігетін болсаңдар, сіздер 1 метр 60 сантиметр бамбуктан аласыз. Себебі сіз ұзындығына еніне қойып жібересіз ғой көрпешенің ұзындығын. Былай қиып отырмайсыздар, былай қойып. Бастапқыда осылай бамбук матадан тіксеңіздер болады. Ал габардин деген мата бар. Бірақ ол матаның ені 150 сантиметр болғандықтан одан ұтылып қаласыздар. Әрі ол қымбаттау. Мына бамбуктың несі метрі 700 теңге. 700 теңгеден есептеп, 2,40 сантиметр алсаңдар 3 көрпешенің бағасы шығады. Солай бәрін есептейсіздер. Енді осындай сызғыш керек болады. Сосын қиюға, сызуға мен осындай сызғышым болған, алын жоғалтып алып, мана алып келдім. 250 теңге екен канцелярский магазинде. 250 теңгеден алдым. Одан кейін мынандай ою керек болады. Мен бұны арнайы Ақтөбеден істетіріп алдырдым. Себебі өзім қолданатын болғандықтан. Осылай 2.000-ға ма, 2,5-мыңға ма алдым. Анық білмей тұрмын, ұмытып тұрмын. Себебі бір 2-3 ою алдырып едім. Осылай ішіменен осылай екеуі келеді. Ішін қолдансаңыздар да болады, сыртын қолдансаңыздар да болады. Мінекей. Мына жанынан әжем бағым сындырып саған. Мына ортасына қоясыз да былай. 3 бөлік болады, е. Мына жанына жаңағы қолдануға керек. Сол кезде қоятын кезде осылай былай қиып жібереміз. Матадан көрсетемін. Одан кейін біздерге мынандай не керек болады? Аракль деп аталады. Бұл да канцелярский магазинде сатылады. Оның мына ішкі қағазы керек, бізге мына сырты керек емес, сыртын алып тастаймыз. Мынандай болады. Қағаз. Осы жаңа клейге жабысып тұрған жері, мына сарыға жабысып тұрған жері осы жағын. Клей жаққа паутинка жабыстыруға керек қой бізге. Сол неяғын қаратамыз, жазу жағы, дала сыртқа қарап тұрып, осылай өтіп басамыз. Алдағы уақытта көрсетем қалай басылатынын. Сосын жаңағыдай сол түсте, мына түсте жіп керек. Сосын біздердің Матвей екінші матамыз түсіміз ақ қой. Сосын мындай ақ матай, ақ не керек. Сосын замок керек, жаңа мынандай патония замок қолдансаңыздар болады бастапқыда.
Одан кейін жаңа андай қымбат замоктар бар емес пе, халатқа салатын, соны қымбат көрпеше тігетін болсаңыздар қолдансаңыздар болады. Мен түсі жоқ екен, мен де осыны қолданамын. Сосын андай қайшы керек ою-қоюға. Мен осындай кәдімгі ұлымның қайшысын қолданып осымен қия беремін. Егер өтетін болса, осындай кішкентай қайшымен қисаңыздар болады, мынамен қисаңыздар да болады. Осындай метр керек өлшеп қиып алуға. Мынандай кішкентай сызғышта керек болады. Сосын ручка керек, карандаш сызуға керек болады. Енді сабағымызды ары қарай бастаймыз. Ол үшін бізге мына екі матаны есептейміз. Қапты жал ручка майда. Мен есептеп қиып алдым. Мынандай астына қоятын матамыз бар ғой. Соны осылай қиып алдым да. Қазір айтам неше сантиметр болған. Екі жағы 46 сантиметр, 46-тан сәл өтіп тұр. 46 жарым болып тұр. Осылай астындағы матаны осылай қиып алсаңыздар болады. Бұдан кейін тағы бір айтатыным, матаны қимай тұрып, бұл екі жаққа қарай дөнеді, мына маташы. Біткен кезде жоғары қарай көтеріледі түгі. Біткен кезде төменге қарай түседі. Сол кезде былай не істейміз ғой. Біткен кезде былай қарай жатып тұр, біткен кезде көтеріліп тұр. Стрелка қойып аламыз, әр қайсысына қимай тұр бәріне. Себебі бұл көрпешемізді жаңағы не істеген кезде керек болады. Кейін жаңа біріктіріп тігеміз ғой бәрін. Ол кезде керек болады. Осылай бәріне стрелка қойып алдым мен. Қиып алдым бәрін. Бастапқыда мен тіккен кезімде осылай қиналып қалғаным бар, қолымменен түктерін айырамын депші. Сол үшін осылай қолданып бәрін осылай стрелка қойып алдым. Бәріне. Алдағы уақытта жаңа қойған кезде осы стрелка бойынша, бағыт бойынша бір жағына қаратып отырып жинаймыз. Ақ матаға да солай істеп аламыз. Алдын қалдық матам еді негізінде. Осында көрсетіп жатырмын. Былай қарай кетіп тұр екен. Оны ручкамен белгілеймін, себебі мынада көрінбейді. Шетіне ғана белгілеп қоя қоямыз былай. Енді ақ матаға сызамыз ғой оюымызды. Осылай мен ручкамен сызып алдым, алдын ала. Осылай қойдым. Осылай қойып, бәрін ручкамен осылай сызып аламыз. Бәрін ручкамен осылай асықпай сызып аламыз. Орталарында осылай ручкамен келтіріп сызып аламыз бәрін. Содан кейін қайшы, жаңа кішкентай қайшыменен қиып аламыз. Ол үшін жанынан кішкентай бұрышынан былай қиып аламыз. Кішкентай былай қыпты. Осылай бәрін қиып шығамыз сосын. Мен бәрін осылай қайшымен қиып алам. Мен ешқандай лазерім жоқ. Асықпай қиып алам мен бәрін. Үш ою кетеді ғой негізі бір көрпешеге. Қиналмай қиып шықсаңыздар болады. Майда емес, ірі-ірі. Сыртындағысын бұл екі ою болып, двойной ою болып түседі, себебі ортасындағысын көрпешенің ортасына қоямыз. Сөйтіп жаны бар ғой. Айтпақшы, қимай тұрып бірінші паутинка жабыстырып алады екенбіз ғой. Паутинка жабыстырып алайық, содан кейін қиям тікеміз ғой. Ұмытып бара тұрмын. Паутинкамен бүйтіп қиып дайындап қойдым. Екі жағда пли деп айттым ғой мана. Осылай шеттеріне шығармай. Шеттеріне шығып кетсе астындағы матаға жабысып қалады. Сондықтан шетіне шығармай қиып аламыз осылай. Бірінші паутинка жабыстырып алып болып та сызып алсаңыздар болады. Егер матам көрінбей қалады дейтін болсаңыздар. Мен бірінші сызып алғам ғой, жаңа балам қасында отырған кезде дайындап қоя берейін деп. Ол тіктірмейді етіп. Ұйықтаған кезде бірден бастап кете береді.
осылай қойып, жаңа қағазымыз бар ғой, жылтырақ жағын осылай қоямыз да, жақсылап үтікке басып аламыз. Осылай қойып, үтікке басамыз. Асылап үтікті қыздырып, асықпай басамыз. Мен үтігім бұрынғы үтік болғандықтан қатты қызып кетеді енді. Осылай жайлап басамыз. Бұл кезде матамызға жабысып қалатын болады. Жайлап ашып қараймыз. Енді жайлап ашып қараймыз. Біздің клейіміз осылай жабысып қалу керек негізінде. Бұл қағазды лақтырып жібермейміз, кейінгілеріне де осылай қолдана берсек болады. Енді бірден жаңағы жабыстырып болғаннан кейін осылай жайып қоямыз. Себебі мына клей ыссы болғандықтан. Бұлай бүктеп тастасақ бірден жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан суығанын күту керекпіз. Бұны осылай жайып қойып, екінші кейінгі оюларын осылай жабыстыра берсек болады. Енді қиып көрсетемін.